Баршаға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін біз қазақ тілі сабағын бастаймыз. Ерекше сабақ, себебі біз фонетика тақырыбын қорытындылайтын боламыз. Мен сіздерге тест жасап қойған едім. Соны өтейік, және де білімімізді бекітейік. Бастайық. Бірінші сұрақ, қатаң дауыссыз дыбыстарды табыңыз. Бізде неше? 1, 2, 3, 4, 4 нұсқа берілген. 4 нұсқаның 4-еуін де қарап шығу қажет. Бұл өте маңызды. Қараңыздар. Бірінші нұсқасы ПБ, екіншісі РЛ, Ц-дағы нұсқа, Ц нұсқасы МН, және де Д нұсқасы ФШ. Қай нұсқа? Ойланып көріңіздер. Жақсылап ойланып көріңіздер. Бізге қатаң дауыссыз дыбыстарды, қатаң дауыссыз дыбыстарды табу керек. Есімізге түсірейікші, мен айтқан едім, оңай жатталу жолы бар. Ол қандай жолы? Мысалы, үнді дауыссыз дыбыстар. М-ның, И-у, Л-р. Л-р-м. Онда осыған сүйеніп, Ц нұсқасы, бірден Ц нұсқасын сызып тастаймыз, М-ны жарамайды бізге, Кейін А, М-ны және де Р-лы қараңыздар. Р-лы екеуі жарамайды, Ц мен Б кетті. Енді А мен Д қалды. Қайсысы? Енді бізде ұяң дауыссыз дыбыстарды еске түсірейікші, оңай жатталу жолы, Г-В, Ж-З, Г-З, Б-Д. Б-Д. Мына қараңыздар. А нұсқасында Б бар. Ол онда келмейді. Сонда дұрыс жауабы әрине. Бұл бізде Ф-Ш, яғни Д нұсқасы. Егер ұбт-да, қатаң дауыссыз, ұяң дауыссыз, үнді дауыссыз дыбыстар келетін болса, бірінші кесте сызып, тез сіздеп кесте сызып алыңыздар, Сонда оңай болады. Жақсы, біз келесі сұраққа өтейік. Жіңішке, қысаң, езулік дауысты дыбысты табыңыз. Бізге шарт қойып тұр ғой. Қараңыздар, Ең әуелде ол жіңішке болу керек, кейін қысаң, және де езулік дауысты дыбыс болу керек. Қараңыздар, А нұсқасында Ә, Б нұсқасында А, Ц нұсқасында Ә, және де Д нұсқасында Ö. Осыны жақсылап ойланып көріңіздер. Қай нұсқа болады екен, Осы тұста, видеоны стопқа қойып, яғни тоқтатып, біраз ойланып алып, егер білмей жатқанның өзінде берілмеңіздер, дәптерді ашып қараңыздар. Оны қайталап, осы тақырыпты еске түсіріп алыңыздар, Алда бізде қаңтар роботы бар, наурыз роботы бар. Жақсылап дайындалыңыздар. Баршаға сәттілік. Кеттік. Онда дұрыс жауабы қайсысы? Дұрыс жауабы негізі Ц нұсқасы, яғни Ә. Қайтып оралайық осы берілгенге. Жіңішке, қысаң, езулік. Бізде, қараңыздар, бізде Б нұсқасы бірден кетеді, себебі ол жіңішке емес, А деген дауысты дыбыс бұл жіңішке емес, білесіздер. Енді Ә мен Ә қалды. Енді, Ә, Ә және Ö қалды. Ә мен Ö. Ö екеуі де, жіңішке дауысты дыбыстар. Ö бізде, мына қараңыздар, бірақ бізде Ә, ол бізде ашық. Ол бізде қысаң дауысты дыбыс емес, онда соңғысы Ц мен Д қалады, бірақ мәселен бізде соңғы шартта езулік болуы керек, бізде Ö бізде еріндік. Сол себепті дұрыс жауабы бағана біз айттық Ц. Онда біз келесі сұрағымызға көшейік. Үннен қарағанда салдыры басым дауыссыз дыбыстардың атауын табыңыз. Дауыссыз дыбыстардың атауын табыңыз, Ұяң, қатан, үнді еш қайсысы дұрыс емес. Енді бірден еш қайсысы дұрыс емес деген нұсқаны бірден сызып тастайық. Ондай жоқ. Нақты бір жауап болу керек. Тауып көрейік. Үннен қарағанда салдыры басым. Енді бірден қараңыздаршы енді. Үннен қарағанда, Үннен қарағанда десе,
үнді дауыссыз дыбыс бірден кетіп қалады, иә. Бірден оны қарастырмай ақ қойсаңыздар да болады. Егер салдырдан үні басым десе, иә, үні басым болып келсе, онда бұл үнді. Сол себепті үнді бізге келмейді. Енді ұяң мен қатаңға көшейік, иә. Қайсысы деп ойлайсыздар, ә? Қазір көбіміз қате жасайтын сияқтымыз. Біраз ойланып көрейік. Және де дұрыс жауабы ұяң. Иә, достар, ұяң болады. Қайтып оралайық. Себебі қараңыздар. Ұяң дауыссыздың анықтамасы былай ғой. Үннен қарағанда салдыры басым, ал қатаңда ше. Ал қатаң дауыссыз дыбыс тек салдырдан тұрады. Тек салдырдан тұрады деген нұсқа болса, онда ол қатаң. Бізде үннен қарағанда салдыры басым деп берілгендіктен бұл бізде ұяң дауыссыз дыбыс. Жақсы, келесі жолы осындай қате жібермейміз. Иә, қате жібергендер болса. Жақсылап қайталап алайық, иә. Бұл сабақтың негізгі мақсаты да сол, иә, қайталау үшін, бекіту үшін. Әдейі оңай сұрақтарды сіздерге тізіп, жинақтап алып келдім, иә. Енді қараңыздар, келесі сұрақ. 3 фонетикалық бөлшектен тұратын сөзді табыңыз. Осыны жақсылап меңгеріп алыңыздар. Осылай түрленіп келуі мүмкін. Байқаңыздар. Мен сіздерге уақыт берейін, ойланып көріңіздер. Таптыңыздар ма? Иә, тапты деген ойдамын. Дұрыс жауабы балапан. Енді қайттан оралайық берілген сұраққа. Фонетикалық бөлшек дегенне ең әуелде осы сұраққа жауап берейік. Фонетикалық бөлшек дегеніміз буын. Көбіміз ана б жауабын белгілеген сияқтымыз, иә. Қате жасап, бірден ойбай, фонетикалық бөлшек, фонетика немен байланысты, дыбыспен байланысты, онда бізде 3 дыбысты сұрап тұр деп ойлап қалған шығарсыздар. Жоқ. Бізде 3 буын сұрап тұр. 3 буыннан құралған, 3 буыннан тұратын сөзі тап деп тұр. Бұл бізде балапан, иә. Яғни д жауабы. Балапан. Аға деген жауап, иә, ол 3 дауысты дыбыстан, 3 дыбыстан тұрады жалпы. Бірақ аға мәселен, ең әуенде онда жалаң не бар, буынның түрі бар. Және де аға бізде ашық. Енді жалпы қарастыратын болса, бұл ашық буыннан тұрады, бірақ қалай айтсам болады, 3 фонетикалық бөлшек жоқ қой жерде. 3 фонетикалық дейтіндей. Кітап 2 ақ қана, иә, кітап. Қарағанды, енді қараңыздар, қарағанды. 3-тен көп болып тұр ғой, иә, мәселен. Жақсы. Мен видео сабақтарымды жақсылап қарасаңыздар, буын тақырыбында мен айтқан едім, иә? Фонетикалық бөлшек деп келеді, байқаңыздар деп. Жақсы, ештеңе етпейді. Біз келесі сұраққа көшейік. Буын үндестігіне бағынбай тұрған сөзді табыңыз. Буын үндестігі буынға ешбір қатысы жоқ, байқаңыздар. Буын үндестігі деп ұбт-ға келгенде сасып қалып, мысалы ұбт емес, қарапайым тест, олимпиада болсын, маңызы жоқ. Жалпы қарапайым бақылауда да, иә, егер яғни бақылау деген, иә, ТЖБ БЖБ бұл кезінде, иә, ұмыт қалып буынмен байланыстырып жүрмеңіздер. Буын үндестігі есімізге түсірейік, бұл дауысты дыбыстармен байланыстырдық, иә, біз оны дауысты дыбыстармен байланыстырдық, ал дыбыс үндестігін біз дауыссыз дыбыстармен байланыстырған едік. Жақсы. Жауап енді түсінікті шығар, иә? Жарайды, нұсқаларын оқып жіберейік, иә? Қылқалам, келісім хат, өнеркәсіп, жамбы. Дұрыс жауабы келісім хат. Қайттан оралайық берілгенге. Қараңыздар. Қылқалам, иә? 2 дауысты дыбыс, иә, а 2 рет қайталанады. Мен а. Екеуі де бірдей жуан. Өнеркәсіп, түгелі бізде жіңішке. Енді жамбы. А мен а. А да бағына айтқан едік, бұл бізде жуан. Енді келісім хат, иә? Қараңыздаршы мына. Қараңыздар. Деп келеді де, жіңішке болып басталады да, хат деп келеді. Хат деп, жуан негізі дауысты дыбыс, оны біз бәріміз білеміз. Ана жерде былайша айтқанда, қалай айтсам болады, дисгармония, иә?
гармония болып тұрған еді бастапқыда, келісім, келісім болса қандай әдемі, түгел үндесіп тұра хат келді де, а дауысты дыбысы келді де, сол гармонияны бұзды былайша айтқанда. Қайталап алдық па, бұл үндестігіне байланысты, бұл үндестігі тікелей жуан не жіңішкелігіне байланысты, дауысты дыбыстардың соған байланысты анықталады. Келесі сұрақ. Енді кейінді ықпал. Кейінді ықпалды анықтау үшін ең әуелде әрбір сөзді немесе бізге сөз тіркесін берген екен, соны жақсылап оқып алу керек. Қараңыздар, оқиық, асқартау. Бірінші жай ғана оқып алыңыздар, кейін тез оқуға тырысыңыздар. Асқартау. Бар ма, жоқ па? Келесі, күз жақын. Жүріп кетті. Жоқ. Бір топ. Солай бірнеше рет оқып алыңыздар жақсылап, бірақ емтиханға келгенде біз енді көбінде емтиханға дайындалып жатырмыз ғой көбіміз. Сол себепті осындай видео сабақтарды қараймыз, емтихан кезінде айқайлап асқартау деп былайша айтқанда сізді шығарып жібермесін аудиториядан. Байқаңыздар. Жарайды, бұны бәрі әзіл, дұрыс жауабы В. Яғни В жауабын жақсылап оқып көрейік қайттан. Күз жақын. З Ж-ға айналып тұр. Ненің әсерінен? Ж дыбысының әсерінен, кейінді ықпалдың анықтамасы былай ғой, алда тұрған дыбысқа артқы дыбыстың әсер етуі, арттан әсер етеді. Ілгерінді ықпал алдан әсер етеді. Тоғыспалды ықпал екі жақтан да әсер етеді, Біз оның несінде, қалай айтсам болады, схема дейік па, оны схемасында сызған едік, есімізге қайттан түсіреміз, болмаса егер ұмыт қалған жағдайда не дәптерімізге қараймыз, не қайтадан менің видео сабақтарымды көріңіздер, қайттан жалықпай көрсеңіздер, еңбектің арты бәрібірде нәтиже, сол еңбектің артында бәрібірде нәтиже болатын ұмытпаңыздар. Жақсы. Күз жақын дедік, бізге қыс жақын дедік. Келесі сұрақ. Қате жазылған сөзді табыңыз. Бұл жазылу ережесін, емлесін қарастыратын бізде қай тақырып еді? Есімізге ең әуелде осыны түсіріп алайық, Қате жазу, дұрыс жазылу деген немен байланысты? Әрине, бұл бізде орфографиямен байланысты. Біз айттық, орфография дұрыс жазылу ережесі, ал орфоэпия дұрыс айту ережесі. Орфоэпияға тоқталатын боламыз. Әуелде осы орфографияға зер салайық, көңіл бөлейік. Қате жазылған сөзді табыңыз. Енді бірден тапқан шығарсыздар, көзге бірден көрініп тұр. Бұл бізде әркім, енді басқа нұсқаларды қарастырмай қояйық. Әркім деп Г айтылғанымен К жазылады. Дұрыс жазу несі бойынша, нормасы бойынша, емлесі бойынша. Келесі сұрақ, орфоэпия заңдылығына сай жазылған қатарды табыңыз. Бұл бізде соңғы сұрақ, жақсылап жауап беріңіздер. Орфоэпия заңдылығына сай жазылған қатарды табыңыз, Оқып алайық. Әрбір нұсқаны оқып алайық жақсылап. Тасты жер, ащы сөз, құсша ұшу, сулы орман. Енді бірден көбі, енді кейбір оқушылар мынандай қате жіберіп алуы мүмкін, Д деп, айтылу деп, не деп, Ц жауабын көрмей, дұрыс жауабы Ц, Ц дұрыс жауабы. Қайттан оралайық сұраққа. Қараңыздар, орфоэпия заңдылығына сай жазылған. Орфоэпия дұрыс айтылу, Қараңыздар, негізі Ц жауап, негізі қалай жазылу керек? Құс, С жазылу керек, Бірақ біз оны орфоэпия, яғни айтылу бойынша жазып тұрмыз ғой. Құсша деп, Д, ойбай, Д-да, не бар ғой, ықпал бар ғой, кейінді ықпал. Жоқ, сіздер қателесесіздер. Сулы орман деп, сулы орман болып қалады. Осы жерде ықпал жоқ, және де жазылуы да дұрыс. Ащы сөз енді ол дұрыс жазылған, енді білесіздер, әзірге осылай жазып жүрміз. Бірақ латын әліпбиесі енгізген кезде осы мәселе шешіледі деген ойдамын.
яғни бұл бізге тән таңба емес негізі, иә. Бұл ш әрпі. Жарайды. Бұның бәрі, иә, тек әзірге арман, болашақта орындалады деген ойдамын. Енді А жауабы тасты жер. Тасты жер бар ма? Дұрыс жазылмай, айтылу бойынша жазылып тұр ма? Жоқ. А жауабы дұрыс. Осы жауаппен бәрі дұрыс дегендей. Жарайды, сіздерге көптен көп рахмет. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Енді мен өзімнің ең сүйікті сөзімді айта кетсем, иә, қазақ тілі ғажап тіл, иә. Осы сөзді ұмытпайық. Алға қойған мақсатымызға жетейік. Сіздерге көптен көп рахмет, иә. Осы сөзді жалықпай айта бергім келеді, иә. Сау, сәлеметте болыңыздар.